Менің атым Айдана. Жасым 27-де. Мен Қазақстанның таулы өңіріндегі шағын ғана Текелі қаласында тұрамын. Күйеуімнің аты Нұржан. Ол 31 жаста. Үйленгенімізге 3 жыл болды. Бірақ Нұржан басқа еркектерге мүлде ұқсамайды. Қазір осы әңгімені айтып отырып, жүрегім ауырады. Себебі мен бір кезде байлықтың соңынан қуып жүріп, мені шын жақсы көрген адамның жанын жаралағанымды кеш түсіндім. Бір күні мен оның жай ғана шаршағанын емес, мен үшін өзін құртып жүргенін көрдім. Сол сәтте мен қымбат телефонда, үлкен үйде, әдемі киімде адамның мейіріміне жетпейтінін түсіндім. Егер сіз де біреуді жеткіліксіз деп ойлап жүрген болсаңыз, бұл әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Мүмкін кеш болмай тұрғанда бір нәрсені түсініп қаларсыз. Нұржан өте сабырлы адам еді. Даусын көтеріп сөйлегенін ешқашан естімедім. Аз сөйлейтін, бірақ сөйлесе жүрекке жылы тиетін сөз айтатын. Даусы жұмсақ болатын. Қолдары ірі әрі мейірімді еді. Дүкеннен азық-түлік көтерісіп жүруге әрдайым көмектесетін. Көлік есігін ашып беретін. Үй суып кетсе, маған көрпе әкеліп жауып қоятын. Ол автокөлік жөндейтін шебер болып жұмыс істейтін. Күні бойы көлік астында жүретін. Киімінен май мен темірдің иісі шығатын. Қолдары қашып кеткенімен, маған тигенде сондай жылы сезілетін. Таңғы 8-ден кешкі 6-ға дейін жұмыс істейтін. Әр кеш сайын үйге қатты шаршап келетін. Бірақ мені көрсе болды, жүзіне күлкі үйірілетін. Біз шағын ағаш үйде тұрдық. 2 бөлмелі ескі үй. Асханасы да кішкентай. Қабырғалары жұқа болатын. Қыста терезеден жел кіріп тұратын. Үйдегі ескі жылытқыш гуілдеп жұмыс істейтін. Бірақ бізге соның өзі жететін. Мен кітапханада жұмыс істедім. Тыныш жер. Кітап оқығанды жақсы көретінмін. Ескі кітаптардың иісін ерекше ұнататынмын. Көп ақша таппайтынмын. Айына шамамен 1,5 миллион теңге шамасында алатынмын. Нұржан одан азырақ табатын. Екеуміздің табысымыз өмір сүруге жететін. Артық сән салтанат болмады. Бірақ күн көріп жүрдік. Алайда кейде мен көбірек нәрсе қалайтынмын. Қаладағы басқа әйелдерге қарайтынмын. Үстілерінде жаңа киім. Қолдарында соңғы үлгідегі телефон. Әдемі көліктермен жүретін. Күйеулері қымбат көлікпен келіп алып кететін. Әлеуметтік желіге теңіз жағасындағы суреттерін салатын. Бақытты күліп тұрған фотолар, сондай сәттерде мен Нұржанға қарайтынмын. Оның ескі күртесі бар еді, телефонның экраны жарылып кеткен. Ол сәнгеде, байлыққа да қызықпайтын. Әлеуметтік желісі де жоқ. Бір күні мен, неге ашпайсың? Деп сұрадым, ол жай ғана күліп. Маған не үшін керек? Менде бар бақыт жетеді ғой деді, бірақ менің ішімде бір сұрақ мазалай берді, шынымен осы жеткілікті ме? Бір кеште біз дастархан басында үнсіз отырып тамақ іштік. Мен сорпа мен нан дайындаған едім. Сосын мен одан, Нұржан, сен көбірек нәрсе армандайсың ба? Деп сұрадым. Ол маған таңырқай қарады, қандай мағынада? Көбірек ақша. Үлкен үй, жақсы өмір. Ол біраз үнсіз отырды. Сосын жай ғана. Мен саған көбірек нәрсе бере алсам ғой деді. Сол сөз жүрегімді ауыртты. Мен оны ренжіткім келмеді. Тек оның көбірек талпынғанын қаладым. Сен ақылдысың ғой дедім мен. Өз гаражыңды ашуға болады. Өзіңе жұмыс істеуге болады. Ол әлсіз жымиып, мен бизнесті білмеймін деді. Мен ашулана бастадым. Онда үйрен, бір нәрсе істе. Өмір бойы бір орында қала алмайсың ғой. Ол үнсіз басын төмен түсірді. Сол үн? Нұржан. Маған үлкен үйдің керегі жоқ. Қымбат көлікте қажет емес, маған сен ғана керексің. Ол қолымды жайлап қысты. Мен ешқайда кетпеймін деді, баяу ғана. Сол түні мен оның қасынан бір иіле алыстамадым. Жұмыста, ақшада, болашақта маңызды болмай қалды. Мен тек оның аман болғанын қаладым. Сол кезде мен бір шындықты түсіндім, махаббат алтынмен өлшенбейді екен. Қымбат сыйлықпен де емес. Ол қарапайым дүниелерде жасырынып тұрады.
Суықта үстіңе көрпе жауып қоятын жылы қолда, шаршап келсе де, саған күлімсірейтін жүзде. Даусыңды естігенде тынышталып қалатын жүректе. Нұржан маған осының бәрін күн сайын беріп жүрген. Ал мен оны дер кезінде бағалай алмадым. Нұржан ауруханада 3 күн жатты. Дәрігерлер оған ем жасап дәрумендер берді. Демалу керек екенін айтты. Жақсы тамақтанып артық жұмысты тоқтатуы тиіс деді. Мен оның жанынан кетпедім. Кітапханадан кітаптар әкеліп бердім. Шашынан сипап отырдым, біз көп сөйлеспедік, бірақ сөйлескен әр сөзіміз бұрынғыдан да жылы еді, бір-бірімізді қайта танып жатқандай болдық. 3-ші күні дәрігер оны үйге шығарды. Дәрігер маған қарап, оны уайымға салмаңыз. Оған уақыт керек. Адамның денесі темір емес деді. Түсіндім дедім мен. Бірақ ішімде қорқыныш бар еді. Мен оны жоғалтып ала жаздағанымды енді ғана сезіндім. Оны өз қолыммен шектен тыс итермелегенімді түсіндім. Үйге оралған соң бәрі бұрынғыдай көрінді. Сол баяғы кішкентай үй. Сол баяғы суық терезелер. Бірақ біздің ішімізде бір нәрсе өзгеріп кеткен еді. Сол кеште мен сорпа дайындадым. Біз диванда отырып тамақтандық. Терезенің ар жағында қар баяу жауып тұрды. Үй тым тыныш еді, бірақ сол тыныштықтың өзі жанға жылу сыйлайтын. Мен осыны сағыныппын дедім мен. Нұржан маған қарады, нені? Бізді. Жай ғана бірге отырғанымызды. Жанымыздың тыныш болғанын. Ол баяу жымиды. Мен де сағыныппын. Сол түні ұйықтар алдында мен одан. Мүмкін біз бәріне бірден жетуге тырыспай-ақ қоярмыз. Деп сұрадым. Ол біраз үнсіз жатты. Сосын. Ал болашағымыз ше? Деді. Мен оған бұрылып. Болашағымыз бәрібір бар. Бірақ оған өзімізді жоғалтпай жетейік дедім. Келесі күні Нұржан түнгі жұмысын тастады. Ол тек гаражда ғана жұмыс істейтін болды, үйге қараңғы түспей келетін. Біртіндеп жүзіне өң кіре бастады. Күлкісі қайта оралды. Мен де өзгердім, үйде көбірек тамақ жасай бастадым. Екеуміз кешкісін серуендейтін болдық, кейде бірге кітап оқитынбыз. Біз жоқ нәрсеге қарауды тоқтаттық. Бар нәрсенің қадірін сезіне бастадық. Әрине, бәрі бірден керемет болып кеткен жоқ. Ақша тағы да азая бастады. Аурухана шығындары болды. Ескі жылытқышты жөндеу керек еді. Кей түндері мен қайтадан қорқатынмын. Болашақ туралы ойлап уайымдайтынмын. Бірақ бір кеште мен Нұржанға қарап отырып, бір нәрсені анық түсіндім. Ол әрдайым тырысып келген екен. Ешқашан жалқау болмаған. Ешқашан бізден бас тартпаған. Сол сәтте менің ойыма бір идея келді. Келесі күні кітапханада кешке дейін қалып, шағын кәсіп туралы материалдар қарадым. Тегін курстар іздедім. Жоспар жаздым. Үйге келгенде Нұржан шай ішіп отырған. Мен саған бір нәрсе көрсеткім келеді дедім. Ол таңырқап қарады. Не ол? Мен папканы алдына қойдым. Біз неге бір нәрсені бірге бастамаймыз? Сен көлікті жақсы білесің. Мен ұйымдастыруды білемін. Мүмкін, кішкентайдан бастармыз. Мен көшпелі автокөмек қызметінің жоспарын жасап қойған едім. Нұржан адамдардың үйлеріне барып көлік жөндейді, ал мен қоңыраулар мен тапсырыстарды жүргіземін. Үлкен гараждың қажеті жоқ. Тек құрал сайман мен ниет болса жеткілікті. Ол ұзақ уақыт үнсіз отырып қалды. Сосын алғаш рет шын жүректен күлді. Мұның бәрін сен жасадың ба? Мен басымды изедім, бірден үлкен жетістік күтпейміз. Бірақ бұл өзіміздің ісіміз болады. Ол терезеден тауларға қарап біраз отырды. Сосын маған бұрылып, көрейік, байқап көреміз деді. Сол түні біз ақша туралы емес, арман туралы сөйлестік. Келесі апталар баяу өтті. Бірақ өмір орнынан қозғала бастады. Нұржан бастығымен сөйлесіп, жарты күндік жұмысқа ауысты. Мен жарнамалар жасап, қалаға іліп шықтым. Кітапханадағы адамдарға да айтып жүрдім. Алғашында бір адам хабарласты. Кейін екіншісі, сосын үшіншісі. Табыс көп болмаса да адал еңбек еді. Ең бастысы, ол өзіміздің ісіміз болды.
Біз қызметтің атын Нұржан автокөмек деп қойдық. Мен шағын сайт жасап бердім. Адамдарға Нұржан ұнай бастады. Оның адалдығын, сабырын мақтайтын. Артық ақша сұрамайды деп жазатын. Бір әйел пікір қалдырыпты. Көлігімді жөндеп берді. Керексіз нәрсе ұсынған жоқ. Өте адал адам екен. Сол пікірді оқығанда Нұржанның жүзі бал-бұл жанды. Мен тек өз жұмысымды істедім ғой деді. Бірақ дәл сондай адамдар қазір аз еді. Бірнеше ай өтті. Көктем келді. Жол жиегінде гүлдер ашыла бастады. Біздің үй баяғыша иіскеді. Бірақ енді оның ішінде күлкі көбейді. Бір күні өзен жағасында отырып, Нұржан маған қарап. Сол күні мен құлаған кезде сен кетіп қалады деп қорықтым деді. Мен оның көзіне қарадым. Мен ешқашан кеткім келмеді, мен тек өзімді қауіпсіз сезінгім келген. Бірақ шынайы қауіпсіздік сенің жаныңда екенін кеш түсіндім. Ол сөмкесінен бүктелген қағаз шығарды. Мұны ауруханада жатқанда жаздым деді. Қағазда бірақ сөйлем тұр екен. Егер менің ештеңем қалмаса да, сен барсың. Ал ол мен үшін бәрі. Көзіме еріксіз жас келді. Сол түні мен де оған хат жаздым. Бұрын махаббатты жарқыраған өмір деп ойлайтынмын. Бірақ ол мүлде басқа екен. Махаббат, сенің шаршаған қолыңмен мені құшақтауың. Үндемей жанымнан табылуың, мен жылағанда қасымда отыруың. Нағыз махаббат осы екен. Біз екі хатты кішкентай қорапқа салып қойдық. Қиналған сәттерде қайта оқып шығатын болдық. Бір күні таңертең мен өзімді өзгеше сезіндім, әлсіздік бар. Бірақ сырқат емес. Сол кеште емханаға барып тексерілдім. Мен аяғым ауыр екенін білдім. Үйге келгенімде Нұржан көлік жөндеп жатқан. 1 минутқа шықшы деді мен. Ол қолын сүртіп жаныма келді. Мен үнсіз ғана анықтаманы ұстаттым. Ол қағазға қайта-қайта қарады. Сосын маған қарады. Қолдары дірілдеп кетті. Бірақ бұл жолы шаршағаннан емес. Ол мені құшақтап көтеріп алды. Біз ата-ана боламыз деді сыбырлап. Иә дедім көзіме жас алып. Сол сәтте бүкіл әлем тоқтап қалғандай болды. Бар уайым жоғалып кетті, тек махаббат қана қалды. Тыныш. Берік. Нағыз махаббат, бала кезімде армандаған өмір дәл мұндай емес еді. Бірақ бұл одан да әдемі болды, себебі бұл шынайы өмір еді, себебі бұл біздің өміріміз еді. Егер әңгіме ұнаса осы арнаға жазылыңыз, алда өмірден сабақ алатын, өмірге сырт көзбен қарап, өміріңізде болып жатқан сәттен дұрыс шешім шығаруға көмектесетін әңгімелер шығады. Кейде біреудің қателіктерін көріп, өмірден сабақ алуға болады. Бірге талқылайық.